Армысыздар, құрметті әріптестер, оқырмандар. Тәуке хан және жеті жарғы тақырыбындағы танымдық сағатқа қош келіпсіздер. Тәуке хан қазақ ханы Салхан Жәңгірдің баласы. Шешесі Қалмақтың Хошын тайпасының билеуші Күнделен Тайшының қызы. Мұрагерлік жолмен қазақ хандығының билік тізгінін қолға алған кезде 1680 жылы Тәуке ел ағасы жасына келіп ақыл тоқтатқан, мемлекет ісіне араласып, мол тәжірибе жинақтаған білікті жан болатын. Сондықтан да ол таққа отырып, әке інісін алға жалғап, оның саясатын жүргізгенімен, оны жүзеге асыруға келгенге бұрынғы сүрлермен кетпей өзіндік жаңа жолмен жүрді. Тәукені өзге қазақ хандарынан ерекшелеп оның шын мәнінде көреген басшы, ақылды реформатор екендігін танытатын қасиеті де осы өзіндік жолмен жүруінде. Бұл ретте ол ұлы бабасы Қасым ханға қарай бейімделді. Жеті жарғы Тәуке хан тұсында қабылданған қазақ халқының дәстүрлі әдет-ғұрып заңдарының жинағы. 17 ғасырда қазақ хандығының ыдырау қаупінің тууына байланысты Тәуке хан елдің ауыз бірлігін арттыратын шаралар қарастырып, хандық билікті нығайтуға күш салады. Қазақ қоғамының дамуы мықты билік пен бірлікті қамтамасыз ете алатын жаңа заңдар жүйесін қажет етті. Осы ретте Тәуке хан бұрыннан қалыптасқан дәстүрлі әдет-ғұрып заңдары мен өзінен бұрынғы хандардың тұсында қабылданған Қасым ханның қасқа жолы мен Есім ханның ескі жолын одан әрі жетілдіру арқылы жаңа заң жүйесін жасауға тырысты. 300-дің игі жақсылары мен билерін жинап, оның ішінде атақты Төле би, Қазыбек би, Әйтеке би бар. Күлтөбенің басында Тәуке ханның жеті жарғысы деген атауға ие заңдар жинағын қабылдады. Жеті жарғыға сүйенген қазақ билері ел ішінде дау жанжалдар мен саяси маңызы бар мәселелерді тиімді шеше алды. Жаңа заң жүйесі қазақ халқының өмірлік мәселелерін барлық жағынан қамтыды. Соның нәтижесінде Тәуке ханның билік еткен тұсы қазақ хандығының барынша күшейіп дәуірлеген кезі болды. Жеті жарғыдан кейін арнайы атаулы заң жүйесі жасалмағандықтан, жеті жарғының өзі талап тілекті қанағаттандырарлық деңгейде болғандықтан, оның көптеген жол жобалары мен қағидалары 20 ғасырдың басына дейін қолданылып келді.